Баршаға сәлем, бұл Miratrix. Мені бүгін біздің жігіттер Афган деген фильмге шақырды. Сәлден кейін басталайын деп жатыр. Қандай фильм екен, не туралы екен, қызық па қызық емес па, соны бүгін түсінейік. Жайғасыңыздар. Біздің жігіттер Афган Filmmakers компаниясының кезекті туындысы. Бұған дейін олар жемқорлықшы туралы хотя бы кинода дилогиясымен Ажырасамын фильмін түсірген еді. Яғни компанияның өз стилистикасы бар деуге болады. Олар күрделі бір мәселені көтереді, бірақ олардың басты құралы әзіл. Афганда да бұл қағидадан алыстамады. Бұл фильмнің негізі төбелес, қырылыс деп ойлауы мүмкін адамдар. Ол қырылыс не үшін болғанын айтайын, ол миф туралы. Наркотический жаңағы зиян заттардың барын жою үшін бізде 4 кісі Афганистанға барып Очагын жояды, сол туралы. Қысқаша айтқанда, ауған соғысының 3 ардагері Еркебұлан Тоқтар сомдайтын жас барлаушымен бірігіп өте қауіпті миссияға аттанады. Идея авторлары әрі фильмнің сценаристері еліміздің топчиктері Бұхар Марат, Дархан Карипов және Сержан Серікбай. Идея қайдан туындады вообще жалпы? Біз идея, бұған дейін де бірнеше идея болды, осыған ұқсас, ходы ұқсас, бірақ осыған тоқталдық, өйткені андай фильмдер. Бізде мына фраза ұнады, қашанғы Америка әлемді құтқара береді деген фраза бар. Сол фразаға жұмыс істедік деп ойлаймын, ойымыздан шыққан сияқты. Фильмнің жанрын анықтау қиын, бұл кемшілік па, артықшылық па білмеймін. Ауыр сезілетін драмасы да бар, отандық киноға сай әзілі де бар, әрине төбелесі де жоқ емес. Ішінде комедийный элементтері бар, прям сөзбен, басқа кинолар сияқты сөзбен аха оқу күлдіру жоқ бұл жерде. Бұл жерде экшен көп, төбелес көп, динамика көп, и уақыттарың, киноны көретін уақыттарың тез зыр етіп өтіп кетеді. Так что келіп, күшті кино көріп қайтыңдар. Жалпы жұрттың бәрі Бразилияда кино түсіріп жатыр, Таиландта кино түсіріп жатыр. Сенің шетелге шығуың Афган болды, кішкене не обидно деген? Жоқ, күшті болды. Зато бізде өте андай экшен көп съемка болды. Түсірілімнің үлкен бір бөлігі Ауғанстанда өтті. Оған қоса Еркебұлан әріптестерінен айтарлықтай жас болды. Бұл бірақ актердің айтуы бойынша ешқандай бір қиыншылық тудырмады. Сен былай қарап тұрсам, кастта ең жас сенсің. Дедовщина деген болды ма съемкада? Дедовщина болды, ағаларды мен деп қойсың. Дедовщина ешнәрсе болған жоқ, ағалармен прям күшті коннект болды, өте керемет болды. Шын айтқанда, Еркебұлан айтып тұрған коннект экранда қатты сезілмеді. Фильм бойы ардагерлер бір бөлек, Еркебұланның кейіпкері бір бөлек болды. Сюжеттік ерекшелікті емес, актерлық химияны айтып тұрмын. Жалпы фильмді қарап отырғанда сюжетке деген көптеген майда сұрақтар туындайды, бірақ оларды ойда құрастырып та үлгермейсің, өйткені экшен, әзіл және экзотикалық локациялар назарыңды баурап алады, тез ауысады. Содан жаңа қандай сұрақ бар еді деп ойланып қаласың кішкене. Жабық көрсетілімге келген қонақтарға да фильм ұнаған секілді. Ұнады ма фильм? Ұнады. Күшті, машалла, маңдай. Бізге керек фильм ол. Жанр фильм классный, халыққа вообще андай мощно. Көріңіздер, келіңіздер. Приговор емес, мына. Түсіндім. Не, прикольно, классно. Мне кажется, жанр экшена с комедией это первый раз. Мне кажется, классно. Мне это вот эти стейтмские комедии, вот что-то в таком духе. Неудержимый. Да. Поэтому, мне кажется, это казахские неудержимые. Стоит прийти, посмотреть. Кино надо. Несімен, да? Да. Боевик экшен жағынан. Себебі мен өзім қазір осы жанрға көңіл бөлгеннен кейін, мен осындай киноларға қатты көңіл бөлем. Яғни экшен жағынан қалай жасап жатыр, постановкасы, бойлары әдемі шықты ма деген сияқты. Енді әрине мен кинома кішкене жетпейді деп қойсың. Қазақстанның Джеки Чаны. Білмесеңіздер, былтыр продюсер Тимур Бақтыбаевтың Тимуджин атты комедиясы шыққан еді. Онда актер Тимур Бақтыбаев қазақтың Джеки Чанын ойнап, өзінің сонымен қатар 90-шы жылдардағы кез келген баланың арманын орындады. Себебі менің кином экшен боевик. Біздерде кішкене постановка өте қатты, яғни Джеки Чанның киносы деп айта берейін. Сондай
шындыққа қатты жақын. Бұл енді шынайы боевик. Бұл мен примерно Голливудтың киносымен салыстырғанда неудержимый киносымен примерно салыстыруға болады. Өте жақсы шықты. Ағаларымыз жақсы ойнап шықты. Алматыға мен киномда да миссия выполнимада ойнады ғой. Ол кісінің қабілеті жақсы негізі. Төлесе де алады, атса да алады. Осы кинода жақсы көрсеткен екен. Молодцы, әдемі шыққан. Қызық, юмор, картинкасы мықты. Короче, шалдар жастардан кем емес екенін көрсетті ғой, на деді ғой. Ред, короче. Былай ойнау керек деді ғой. Мастер-класс. А есть какая-то такая закономерность, что ты, короче, молодняк суешь вот в экшен, в такое серьезное что-то, и тут такие дедушки такие, ну-ка, стопы. Да, никуда не ну, ушли. с этой точки зрения прикольно. Особенно вот этот момент, когда в финале, когда этот появляется, он говорит, тамаша, типа. Мне этот момент прям очень сильно. Ну, именно для старшего поколения, я как человек, который в детстве смотрел тамашу, типа, я понимаю, вот, это было прикольно. Я фильмнің соңында көптеген жанға жайлы камеолар бар, оларды байқауға болады. Жалпы фильмде сілтемелер көп. Еркебұлан Тоқтардың поп ММА-дегі Мәнсабнада сілтеме бар. Тарантиноның даңсыз дүбәрларына да сілтеме бар. Ал фильмнің соңғы кадрлары Ред 2 деген фильмнің соңына ұқсайды, және оқиғаға нүкте қойылмаған секілді қарап тұрсаң. Ой, сен қорқыта берме, айтсаңшы. Жақсы франшиза болып кетсін бұйыртса. Сол франшиза бола ма деген сұрақ. Негізі мақсат сол, франшиза қылу. Қысқаша айтқанда осындай кино шығып жатыр. Бүгіннен бастап кинотеатрларда келіп көрсеңіздер болады. Бұл фильмнен түскен қаражаттың кейбір пайызы батыс өңірдегі жалпы сол баспана керек еткен адамдарға көмектеді батыстағы. Сондықтан осылай өнермен кішкене жұртымызға қолдау көрсетейік. Киноға келіңіздер, көріскенше.